Хамиге сәлем. Бұл күнде лайк подкасты нәубеттегі саны бүгінгі мейманы Өзбекстан һәм Қарақалпақстан жазушылар ауқамы ағзасы шайыр Сақыпжамал Сырғабаева. Хош келіпсіз. Рахмет. Ассалаумағалейкум әмеге. Мейман қылып шақырғаныңыздан қуаныштымын. Көрсету ықыласпенділеріне сәлем жолдаймын. Әлбетте, сізде яқ деместен уақытыңызды ажыратып келгеніңіз үшін рахмет. Ажапа, мен шайыр қосықларын инсанның өзі менен, адамлар менен, табиат менен рухи сәубеті деп білемін. Сол бір сәубетке мұқтажлық қашан оянады? Яқы жүрегіңізде сол бір сәубетке қандай да бір байланыс ба, яқы шайыр халқы өзі басқаша болады ғой? Сол бір мұқтажлық жүрегіңізде қашан оянады? Қосу, бұл ләхияттың нәрсесі ғой, бәрібір ләхияттан келген нәрсе. Рухи кешірмелер, ішкі кешірмелер. Қашандыр адам қатты қуанса, қатты қиналса, қатты тәсірленсе, недендір шайыр халқы өзі тәсіршең халық болып келеді, басқа адамдарға қарағанда. Сәлге қапа болып, сәлге күйіліне алады. Мынандай гәп бар да, шайыр қосық жазбаса да, бәрі қосық жазып жүргендей дейді. Себебі бәрі ойланып, бәрі сол қандай түр бір өзінің дүниясымен жүретін уақыт болады. Сондай сіздердің мұқтажлығыңыз бәрі хәмеше сондай болып тұрады. Шайырлар қалбінде енді. Шайырлар. Ал инсанлар қалбінде ше, біз инсанлардың жүректері har дайым сол бір қосықларға мұқтажлық сезініп тұрады. Қуанса да, жаңа айтып отырсыз ғой, қапа болса да не үшін? Енді адамның жанын қосықпен кіргізген дейді ғой. Соның үшін ойыншық нәрсе емес. Енді шайырлық үлкен нәрсе да, перизат. Кімдір төрт қатар ұйқастырып жазған затты шайырлық деп ойлауым мүмкін. Бұл шайырлық, бұл поэзия емес. Поэзия, шайырлық, бұл үлкен дария, үлкен ағыс, үлкен океан. Соның үшін оны кеңірек түсіну, оны кеңірек сезіну үшін жаңағы айтып өткеніміздей адамда ана рухият қозғалу керек та, рух болу керек. Қосықлардың өзінде де рух болу керек. Рух болғанда жаңағы та-та-та-там деген зат нәрсе емес. Сезімдер болу керек. Адамның ішкі кешірмелері ояну керек. Енді мен өзім қосықларынан емес, Ибраим Юсуптың қосықларында да мысалы үшін әме ішкі кешірмелер, ол бір шайырдың тағдыры деп айтуға да болмайды, бірақ соқта қалбінен өткен нәрселер да, мысалы үшін кепті міне жас топырағың, сенсіз өмір сүремен енді. Бұл жоллардың ендігі жағын өзім жүріп көремен енді. Бұл адам үшін ауыр нәрселерді егер сезінсең, бұл екінші адамның жойтып атырып та, һәм қабірдің басында сөйленіп атқан ішкі дебдеулері, оны жазу үшін қандай күш керек? Адам мұхаббатқа, мысалы үшін, өш болады ғой, жақсы көреді, баланы жақсы көреді, анасын жақсы көреді, отаны жақсы көреді, ярын жақсы көреді. Сондай қосыққа да сондай бір сезімдермен байланысты болғаннан кейін шығар бәрі мұқтажлық пайда болатын. Дұрыс айтасыз, рахмет. Қалып тәрбиясы бүгінгі күнде қиын мәселеге айланып отыр. Себебі анық кітап ақтарып, кітап алып оқитын, одан жылы тәсірлене алатұғын жастар қазір аз. Ал сіздің ойыңыз? Енді кітап оқитын жастар аз деуге де болмайды, көпшілікті құрайды, бірақ қазір кітапларды сайлау процесі қиын болып тұрды да жастарда. Кітапларды сайлауы сәл ақсаңқырап тұрды. Себебі жергілікті әдебиетті жақсы білмей тұрып, фольклор, мысалы үшін біздер балалықта мектеп жас уақытында ертекілерді, дасталарды оқитын еді. Қазір балалар сол нәрселерді оқымай жатырды. Қазір бірден ересек адамның нәрселерін оқып жатырды, һәм ана фундамент болмағаннан кейін сол мотивация кітаплар, психологиялық кітаплар, түркше жаңағы бір екі ауыз берілген цитаталар, ол кітаплар емес. Олар қандайдыр қолданбаға ұқсайды. Кітаплар ол бір әлем, ол бір дүния. Сен ол кітапты басылаған уақытыңда, сен ол кітаптың дүниясына түсесің. Дасталларды, мысал үшін, не үшін бұрылар, құрларда отырып, дасталларды, жыраулар әр түрлі вариантта айтқан. Һәм әр кімнің образын әр түрлі, бір уақияны үш түрлі образда беретін болған. Себебі сөйерде құрдан отырған адамларға сол уақияны көз алдына келтіру үшін. Кітап оқығанда сондай нәрсе болу керек.
төрт қатар қосықты оқыған уақытта да мінерің бір нәрсені сезу керек. Жаңа мен бір төрт қатар қосықты оқыдым ба, ол жерде үлкен дәрт, ол жерде үлкен сезім, үлкен уақия жатыпты. Һәм сондай бір мәртелік цитаталар, мысалы үшін та цитата деген нәрсе бар еді, қосық бар еді, сол ядыма түседі әзіргілерді көрсем де. Сондай бір мәртелік, бір қандай өздері оларға әмел қылмайды. Мысалы үшін адамның атын толық айту керек, бұл мәдениет деу мүмкін да. Біздердің дәстүрлерде мысалы үшін жақын көрген үшін сен перизат болсаң пери деп шақырады. Ол жақын көрген мәнісінде, ол мәдениетсіздікке келмейді. Сондай бір қарама-қарсы нәрселер бар да. Ал ол айтып жатқан нәрселер адамдармен сәубетлесу, қалай сәубетлесу керек, қалай алып көру керек, оның бәрі жергілікті әдебиеттағы кітапларда бар. Егер оқыса, мысалы үшін Қайыпбергеновте бар, Саудырбай Сейітовте бар, Кармадин Сұлтановтың Ажиназ деген кітабын оқысаңыз, мысалы үшін қалай сәубетлесу керек, жас үлкенмен қандай қылып сөйлесу керек, қандай даналық керек оның үшін, сол нәрселер бар да. Солар әзір сәл жетіңкіремей тұрды. Соның есесінен мен жастарды сауатсыз, жастар бір кітап оқымайды, басқа нәрсе дегеннен жырақпын. Себебі жастар әзір от, ұшқын, талапшаң жастар, әр нәрсеге қызығушаң. Мен ояғынан қолдаймын оларды. Бірақ кітап мәселесіне келгенде олар айырып ала алмай жатыпты. Поэзияны айырып ала алмай жатыпты, прозаны айырып ала алмай жатыпты. Инстаграмда күнде қосық шығарып жатқан адамды, күнде мысалы шығарған затларды поэзия көріп жатыпты. Поэзия бір мәртелік қосықлар емес та, бір мәртелік. Мысалы үшін бүгін газдың қымбатлап кеткен қосық жазу, ол поэзия емес та. Сондай нәрселерді поэзия деп қабыл етіп жатыпты, әдебиет деп қабыл етіп жатыпты. Соларды айырып ала алмағанның кесірінен болып тұрды бұл нәрселер. Соның есесінен сол қалып тәрбиясында машғалалар, қарама-қарсылықтар, келіспеушіліктер соның есесіне болып жатыпты. Әлбетте, өзіңіз де айтып отырсыз ғой қазір, сол машғалаларға, сол нәрселер машғалаларға айланып жатырды деп. Енді өзіңізді де қосып кеттіңіз. Біздер де сол Инстаграм тармағында оқимыз кішігірім төртліклерді, соны поэзия деп қабылдап жатырды деп. Неге енді сол өзіңіздің алхамыңызбенен, өзіңіздің сол бір шайырлар жәмиетіңізбенен жастарға қандай да бір түрткі болуға әрекет етпей жатырсыз? Мәселен, айтып отырсыз жаңа, дасталарды оқу керек, ең бірінші әфсаналарды оқу керек деп. Бәрібір жастар қазір глобалласқан, рауажланған заманда бағыт қаяққа қарап ағып жатырған болса, сол тарапқа кетіп жатыр. Сол бағытқа өздеріңіздің бір креатив идеяларыңызбен неге жантаспай жатырсызлар? Мынандай нәрсе да, креативлік өз жолына нәрсе да, әдебиет өз жолына. Әдебиет, поэзия ешқашан рекламаға мұқтаж емес та. Ешқашан оны реклама етіп, оны мен мынандай қосық жазамын, маған мынандай қосық жаздырың деуге мұқтаж емес. Негізінде сауатлы халық үшін, саналы халық үшін. Ол қандай тұрып санасыздықтың белгісі да ол нәрсе. Ал саналы қосық жазатын адамдар ол нәрсеге қарсы болады. Саналы пікірлейтін адамдарым ол нәрсені жеңіл көрінеді. Инстаграмға, басқаға қосылар жайғастыру, ол мәселелер бар. Ол мәселелер қазір айтып өзі одноразовый дейді, бір мәртелік пайдаланатын нәрселер кең тарқалады. Мысалы үшін одноразовый пакет, салфетка, басқа. Бұл нәрселердің бәрі өткінші, бірақ уақыт өтіп, ол нәрселер бәрібір сапланады. Ол қандайдыр бізде креатив идея қылайық, мынандай қылайық дегенменен шайырды ондай бойсындыруға болмайды да, перизат. Ең жаман жері сол. Шайырды сен мынандай зат жазайық та, мынандай қылсақ шығып кетеміз деген нәрсе болмайды. Шайыр жазады, оқушы өзі тауып оқиды. Болған. Әлбетте. Қазіргі күндегі глобалласу, рауажлану инсанның ішкі әлемін, бәлкім мақсатларын да өзгертіп жіберіп жатыр, жәмиетті де өзгертіп жатыр. Жаңа айтып отырсыз ғой, әрқилы ток-шоулар, әрқилы кинолар, мультфильмлар, клиплер және тағы басқа инсандардың телефонменен бірге өмір сүріп, һәм интернетте жасау хауж алып кетті. Ал бұл факторлар шайыр әлеміне қандай тәсір етеді? Шайыр көз қарасында қандай? Енді заманмен тең болған нәрсе дұрыс, бірақ бәрібір кітап қалынша қалған дұрыс.
себебі кітапты электронный вариант кылган ол шала окулат да. Шала окулат. Электронный китаптар көп. Азыр ол аңсатлашпам кетти. Жүдө аңсатлашып кетти. Бир китапты электронный кылуу апай адам истей колунан келетін нерсе болуп калды. Бирок муну окуу ана китапты окугандай бирдей эмес да. Сонун үчүн бул нерселерден баары бир адамдар жалыгат. Азыр жалыгып атыптыр. Мисалы үчүн жалык ауызда косукчуну көбүрөөк тыңлайды. Жалык ауыз айта алмайтын онча тыңламайт. Убактында жалык ауыз айтпайтын косукчулар көп еді. Адебиятта да сондай болот. Бул айтып атпаңбы, дәуір өзү сондай дәуірлер келеді. Һәм елі біздер білмейміз. Мен өзімнің де замандастарым ішінде қайсымыздың атымыз мәңгіге қалып кетеді. Бәлкім менім қалмаспын, мен өзімді үлкен адам сыпатында көрмеймін. Мен өзімді өзім қатты қадағалайтын, өзіме қатаң болатын адамлардың бірімін. Шайыр өзі сондай болу керек. Шайыр халқы басық болу керек та. Әзілді басық дегенге ойлайды, әзілдеспейтін бір қатып қалған ол деп шығып алып серьезный болып отыру емес. Әр нәрсеге өзін ұра бермейтін, өзінің орнын білетін, нерде мен көрінейін, нерде мен не қылайын, мына атақтан алайын, өзіңе түсетін түспейтін нәрсені біліп алу керек. Шайыр халқының қазір сол нәрсе алаң қылбасы да. Ең тәсір қылып жатқан нәрсе сол. Ол жаңағы айтып жатқан затларына өтіп кетеміз, бірақ шайырлығы бар, ұшқыны бар адамдарға жаңағы затлар тәсір етіп, айтып жатқан өзлерін әр нәрсеге ұрып басыпты да, өзлеріндегі бар ләкин нәрсені жөйтіп басыпты. Мен ол нәрсені жөйтіп алудан қорқамын. Әлбетте, қандай жақсы. Жазушылық, сол шайыршылық көп кітап оқуды талап етеді дейді. Көпшіліктің пікірі. Ал сіздің пікіріңізше? Қаншел дәрежеде көп кітап оқыдыңыз? Яқы? Көп кітап оқы дегенді көп ізімізге ерген іні сіңлеріміз мысалы үшін сұрап қалады да, маған Жасылкүн ұстаз көп кітап оқысаң жақсы жазасың деп айтты деп. Олардың айтқанның мәнісі ол көп кітап оқы дегенде көп кітап оқу керек. Себебі сен саналы, сауатлы болуың үшін. Дүние қарасыңды кеңейтуің, һәм сен жаңағыдай орныңды білуің үшін. Жасылкүн бар жерде сен төрге өтіп кетпейсің ғой. Сондай орныңды білетін, сенің кішкентайлардың арасында сен ауызда отырып қалмайсың. Сол ұлма әр жерде өзіңнің орныңды білуің үшін, өзіңнің салмағын сақлап жүру үшін көп кітап оқу керек. Ашылысу үшін, қосылардың үйрену үшін, дүния әдебиетін үйрену үшін, жергілікті әдебиетті үйрену үшін бірден туыла сала зорғып жазып кете алмайсың. Алла Тағаладан бәрібір сол Алла Тағаланың берген ләхияттан берілген нәрсесі болмаса, ол қай жерінен оқи берсін, қай жерінен оқи берсін, пайдасы жоқ. Кітапты оқығанменен оқығанның парқы бар да. Сол оқып оқу керек. Саны қызық емес ол жерде да. Пәлен мың кітап оқып пәм жетіспесе пайдасы жоқ дейсіз. Дұрыс айтасыз. Жаңа айтып отырсыз, қазіргі жазып отырған жастар, шайыр, жас қалемкешілер өзін оққа, шоққа ұрып жатыр деп отырсыз ғой. Дұрыс айтасыз. Біз көп жастарды да танымаймыз. Елі кітабы шыққан, бірақ өзі танылмаған. Өзінен алдын қосықлары танылған, бірақ елі өзі кітап шығармаған. Сіздің осы уақытқа шейін неше кітабыңыз шықты? Мен кітабым Қашан харекет етіп басладыңыз, мәселен, бірінші тұңғыш кітабыңызды тудыруға? Мен кітап шығаруға еш әрекет етпедім. Себебі өзімді кітап шығаруға лайық көрмедім. Себебі мен кітап шығаруды шын білемін да, бір қандай бір биіктік көремін да. Сол кітап ұстазлардың кітабын алып тұрып, сондай адамға тәсір ететін бір нәрсе шығармасаң, ол кітап шығару аңсат қазіргі дәуірде де. Азыр олма еш қиыншылығы жоқ перизатта, мысалы үшін. Ең аңсат нәрселердің бірі болып қалды. Бәлкім соң үшін қадірсіз болып кеткен шығар деп ойлап қоямын. Қосылардың расынан деп жинамаған екенмін мен. Сол айтқанымдай Алла Тағала бір уақыты келді, сәті келді. Сондай ұстазымыз Сейдін Әмірлан сондай сен кітабың шығару керек деді. Менің редакторланып тұрған қосығым жоқ. Барлық қосығым каналда тұрды, телеграм каналымда тұрды, және бір затларға жиналған қосық. Соны бердім, бұл Сейдін Әмірлан редакторлап көрді, өзі басқа қылды.
ойламаған жерде сол кітап шығаруымды адамлар ұсыныс етіп басылағаннан кейін, адамлар сол қалеп атқаннан кейін, сорап атқаннан кейін, сол ұстазымыз Сейдін Амырлан өзі бір қол көмегін берді. Кітабым кеше 2024-тің ақырларында шықты. Құттықтаймыз. Ол менің тұңғыш кітабым. Мен өзім сол нәрсені ниетлеп едім да, ішімде. Сол мен қалай адамлар бір жаңа бір деп көретін, ілінетін бір нәрсең болған уақытта кітап шығарған дұрыс деп ойлаймын. Себебі ертең үлкейесің, жасың нетсең, қосық жазу давам етпе, бәрібір өзің артыңа қараған уақытта сол дүре төсегіне ұялмайтындай, бір өзің жасырып қалмайтындай, мысалы үшін сондай кітап болуын қаледім. Сонымен кітабым шықты. Әлбетте, қандай жақсы. Шайырлардың жаслықта жазған қосықларыменен жасы үлкейген уақытта, қандай да бір жас мінген уақытта жазған қосықларында әйтеуір парқ болады дейді. Неге? Илхам, сол уақытта келген илхам, жасы үлкейген уақытта да сол илхам келеді ғой, мәселен. Жаслық бәрібір адамның өміріне бір мәрте келетін бәһар да ол. Былай пасылға бөліп алғанда адамның өміріндегі бәһар жаслық. Бәһарда қандай ашыласың? Сен қыста қандай болып жүресің? Оранып, бәрібір жас мінген сайын тартыншақлық болады. Мұхаббат туралы жазатын нәрселеріңді сәл тартыңқырап жазатын боласың, бір әндешелерің оянады дегендей. Жаслықта ана от боласың ғой, қайтпас қара боласың, мәрлігің тасып тұрады, қорқа бермейсің анау-мынаудан. Жас мінгеннен сайын енді балаларыңды ойлайсың, басқа нәрсені ойлайсың, бәрібір қандайдыр бір шекараларға кіріп барасың да, жас мінгеннен кейін тасқын кеуіл азмас, кеуілің жас болып тұрған бәрібір тасқылдығы бәрібір қайтады да, қандайдыр мәністе. Сол илхам, сол yosh келгенменен бәрібір ана баяғы тасқылдап тұрған жаслығың болмайды да, сол бәһар уақытың болмайды да, сен күзге өткен боласың да, жаулар болады күзде, сондай ар жағы қыс қарыңды күтіп тұрасың, сондай болады да. Соның үшін бәрде жауынам сұлу, суығы да сұлу, мысалы үшін. Сондай бәрібір басқаша дәуіріңде жаслық уақытың. Соның үшін жас өткеннен кейін жазғанларың, бірақ жас өткеннен кейін жазғанларың бәрібір даналыққа барып тақалады. Даналықларың оянады. Сен себебі енді ол жасаған емес, көп көрген біледі дейді, бірақ бәрібір құрдан құр жасамасаң, егер сол бәрібір анағұрлым көйлектерді тоздырғаннан кейін опыт дейді ғой, сондай опытларың асады. Кімнің кім екенін білесең, жақсы жаманды дәру айыратын боласаң, бір қарағаннан адамның кім екенін, не сөйлеп жатқанын аңғаратын боласаң, жаслық уақытта ондай нәрселерге мән бере бермейсің. Себебі артыңда ата-анаң тұрады, достарың бәрі достай болып көрінеді. Жас мінгеннен кейін достардың саны азаяды, қадырдалардың саны азаяды. Қазір әмме бір-бірін қадырдан көреді. Көз жабаға мысалы үшін жас мінгеннен кейін ондай нәрселер жинастыңқырап бастайсың. Соның шығар. Енді біздер әзір жас мінбесе де бір уақытлар сондай болып қаламын да, мен өзім мейлі жаслықтың елі жаңағы шоқ үстінде тұрса, бір кездері менде де сондай нәрселер болады. Себебі ата-анадан аз-маз айырылып бастағаннан кейін бұл нәрсе есейіп қаласың да бірде. Себебі ата-анаң кетеді. Ата-анасы бар адам оны білмейді. Ата-анасы бар адам бәріға сүйеніп жүреді да. Өзің білмеген қалдай сүйеніп жүресің да, өзің білмеген қалдай сеніп жүресің. Анада өзіңмен өзің қалған уақытта дейсің, уже адамдарды айырып, қай жерге бару керек, қай жерде не қылу керек, соларды өзіңмен өзің контролдап бастайсың. Солардың көп тәсірі бар. Әлбетте, кішкентай уақытымыздан баслап жүрегімізге түйіп қоямыз ғой, мен келешекте мынандай инсан боламын, мен келешекте мына кәсіпті таңдаймын деп. Сіз кішкентай кезіңізде өзі қайсы кәсіпті арзу еткенсіз? Мәселен, шайыр боламын деп арзу етпеген шығарсыз енді. Шайырлық енді шайырлық, жаңа айтқандай Алла тағаланың берген таланты, кәсіп болмайды ғой. Кішкентай уақытыңда әмме қызлардың бәрі врач болады. Сондай әмме врач болып жатқанға, врач болған жақсы екен ғой деп мен, бірақ мен өзім еш қызықпағанмын да, медицинаға, бухгалтерияға, ішкі істерге еш қызықпағанмын. Бірақ тағдырдың қалеуімен мен сол тарауларда істегенмін да. Білетін едім ішімде қандайдыр бір сол
дөретуші адам екенімді өзім сезетін едім да, бірақ уақытта білмеймін ғой енді дөретуші адам екенімді білмеймін, бірақ ішімде қандайда бір еркілікке бола, еркелікке бола бейімлік көп еді менде. Көп қиял сүретін едім. Мысалы үшін жайымыстың басына екінші этажға шығатын жері болатын еді, сол жерге отырып өзімше қиял сүретінмін сағатлап. Өзімнің ойнайтын жерім болатын еді, өзіме өзім көп қиял сүріп көп ойнайтын едім да, өзім бір затларды шөлкемлестіріп, өзім ешкім жоқ қасымда, бірақ сол өзім қиялдан адам жасап сондай қылатын едім. Сол уақытта қазір өзім ойлап көремін, сол уақытта дөретуші болатынымды сол уақытта білген екенмін деп. Бірақ әртүрлі ана кәсіп жақсы екен десе, ата-анама қайсы кәсіп ұнаса сол кәсіп боламын дей беретін едім. Бірақ мен де соны айтып жағын, біздердің менталитетімізде сол бір нәрсе бар да, ата-анасы кішкентайынан бағдарлап қояды, әсіресе қыз балаларды, себебі ертең барған жерінде қиналмасын, өзін өзі еплеп жүрсін, жүзі жарық болсын деп, сен доктор болсаң, сен өзі бір мұғалім айландырған бес боласың. кәсібіңіз бар ғой, мұғалім боласың деп. Ал сізді қайсы жөнеліске бағдарлаған? Мен бірақ сол мектепке шыққаннан басылап есім танып бастағанда мен бірінші суретшілік мектебіне барғанмын. Менен суретші шықпайтынын мен еркін дөретуші екенімді сол уақытта білгенмін. Себебі айтқан затты сыза алмаймын да, мен қиялымда өзім қалеген затым сызғым келді. Ол мұғалімдерге ұнамайтын еді. Сөйтіп телевидениелерге баратын едім, радиоларға қызығатын едім. Мен қаттыға көркемөнердің сахнаның арты болады, ол сахнаның артын қаттыға жақсы көретін. Мен соған қатты қызығатын едім. Көркемөнер институтына тапсырамын, сол көркемөнер институты ашылған екен деген уақытымда да маған үйдің іші қарсылық білдірмеген. Мен анам жай жәнеттен болсын қатты қолдаған. Себебі енді мен бір қыз болғандыкіме, мен қатты еркін, ерке пікірімді бір арқайын айтатын адам болғандыкіме, үйде кең түрде шығып сөйлейтін адам болғаннан кейін үйде қарсылық болмаған. Қолдап қуатламын. Сен өзің қайсы жерде өзіңді көрсең, мен анамда бір гәп болатын едім, сен қайсы нәрсені басладың ба, ақырына дейін алып бараман десең, сол нәрсеге мен саған қолдаймын, мен сен қасыңдаман, сондай дейтін еді. Соның үшін мен сол көркемөнер маған жақын. Мен енді бәрібір балалықтан белгілі болады, мен қызығушылығым сол искусствоның адамдарына қызығуым, әммесінің өмірбаянын білуім, спектакльдерді кім жазған, кім неған, Рахманов кім, мен кішкентайымнан сол нәрселерді білетін. Ибраһим Юсуп кім, Ибраһим Юсуптың қайсы шығармасы спектакль болған, қайсысы несі не қылған, қайсысын қайсы қосықша айтқан, бәрін білетін. Сонан кейін маған қарсылық болмаған. Содан кейін көркемөнер институтының сол режиссерлыққа, сес режиссерлығында кәсібім қазір менің сес режиссерлығы. Бірақ бәрібір дөретушілігім басымдау болғаннан кейін мен қазір еркін дөретушімен дөретушілігімді жолға қойып, сол поэзияны, бір әдебиеттің нанын ақылаудың жолындамын. Бәрібір күн келіп ұстазлар бәрібір жүктемені біздерге тапсыратын болғаннан кейін жеңіл желпі қарамауға тырысамын. Дөретуші адамлар көбінше мысалы үшін тұрмыс тәшвиштеріне алаң болып кетіп қалады. Сол уақытларда көп дөретушілер жойылып кетеді, көп талантлар кетіп қалады. Сол уақытларда сол шыдамдықпен сол нәрсені ұстап қала алмағанның кесірінен, сол балалығында мысалы үшін талант, әммеде де бір талант болады негізі ішінде. Қандайдыр ол талант болғанда тек қосық жазу, қосық айту, я бір актер болу, актриса болу да емес. Бейім болады да бір нәрсе. Кімдір ұстасылыққа, кімдір укол салуға, басқа тек соны аша алмайды да. Әлбетте, Алла тағалам әрбір инсанды қандай да бір өзгешеліктермен дүниеге келтіреді. Әлбетте, әрбір адамға ол ешкімді несібесіз, ешкімді талантсыз, ешкімді бір не қылып жаратпаған, бірақ соны өзіңе тапсырады да Құдай тағала. Мен ойлауымша да өзіңе тапсырады. Рауажландырудан өзіңе тапсырады, ашудан өзіңе тапсырады да. Рауажландырғанда жаңағыдай әр шақаға бір қонып, өзінің сол өзінің жолын таппағанның кесірден әр шақаға қонады да. Қазір көбінше мынандай нәрсе жүрегімді ауыртады мен. Тез танылу. Кімге танылуды қалайсың сен? Сен қазіргі адамдарға танылып не қыласың? Әулетлар танысын сен. Адамлар естілесің сен. Сол емес пе адамның дүнияға келгендегі мақсаты, сол емес пе мына өмірде құр жасап кетпеу? Сен бір дәуірлік естілеп қалатын адам болып не қыласың сен?
бір дәуірде бір бай болып жасап не қыласың, мысалы үшін ертең сен әулетларың сен мақтанатындай әженязылар мысалы үшін бердақылар қайсы әсірлерде жасаған, мысалы үшін интернет жоқ, мысалы үшін бірақ келіп жетті ғой біздерге. 19 ғасыр қайда, біздер қайдамыз? 19 ғасырдан бері нелер ауызданбады, бірақ біздер елі неге ол әженязды олайлаймыз? Неге? Себебі олар әулет үшін қызмет еткен да, олар сол үшін, оларда ондай тек жаңағы менмендік рауызданбаған да, олар бүткіл халық үшін, ел үшін. Өздерін қазір сондай піда қылатын адамдар жоқ та, тек қазір өзін көрсетіп қалу. Негізі сол психологияның жаңа кітапларының тәсірі содан. Менді рауажландыру да. Мен болу керек, әркімнің өзінде мен болу керек. Бірақ мен асып кетпеу керек та. Мен нәрсенің мұғдары болу керек. Мехрдің қаһардың меннің сенің бәрінің мұғдарын сақлап білу керек адам. Білмедім, менен шығып алып ақылды демесе, бірақ менің жеке пікірім, ешкімге күйе жағу басқа нәрсе емес, менің жеке пікірім мұғдары болу керек. Айтады ғой, сен өмірге келген кезіңде хамме инсан атрапыңдағылар күліп сені қарсы алады, ал кетіп бара тұрған кезіңде, бұл дүнияны тәрк еткен кезіңде сондай өмір жаса, сені жылап, сағынып еслей алады ондай. Қимайтын дәрежеде. Мен талантлар дүниядан өткен уақытта мен қатты жүрегіме аламын да. Менің олар күнде сөйлесіп тұратын, я бір күнде жаңағы бір қатынасатын адам емес, бірақ көрген жерде сол жылы жүзлігіменен, сол талантымен менің жүрегімде қалып қойған адамдар. Мен кеше мысалы үшін халық художнигі Барлыбай Айтмұраттың дүниядан өткен уақытында мен жүрегім ауырып қалған. Сондай болып қалуым керек деймін да. Білмеймін. Ол нәрсені сезінудің өзіне да бір үлкен сана, ақыл керек меніңше. Бағанағы рух қозғалу керек та, бағанағы рухият ояу болу керек та. Рухиятты оятатындай шығармаларды оқымай асыпты да. Рухиятты ояну үшін, рухият оянғанда тек жаңа патриот болу керек деген емес, адам өмірге басқа затпен қарау керек та, басқа көз. Бұл дүнияның өткінші екенін, дүнияның ялғаншы екенін, бұл нәрсенің හැම нәрсенің қалатынын, тек сол сенің жақсы затларың қап ізіңде солар ғана қалатын. Әмме қателеседі, қателеспейтін адам болмайды. Адамның бәрінде қателік болады. Менің өзіме жараса қателіктерім бар. Бірақ мен инсан сипатында қателесуім мүмкін. Мен бірақ дүрөтушінің сипатында әдебиетқа қылапшылық еткім келмейді. Мен инсан сипатында, ол менің жеке өмірім, мен ол нәрселерге өзім жауап бере аламын. Басқа адам жауап бермейді мен үшін. Бірақ әдебиет үшін, поэзия мен қосық жазып басылатында мен ол нәрселерге қылапшылық қылмауым керек деген нәрсе бар. Қазіргі қосық жазатын адамдардан, кітап оқитын адамдардан сол нәрсені күтемен да, қылапшылық етпеуді. Хамме сол көзқараста болса екен деген ой бар. Сол нәрсені күтемен, сол нәрсені қалеймен. Енді ондай иығыл пікірлейтін адамдар жүр көп, мен танитын. Әлбетте. Жыладым, ал сіздер жыламаңлар деп бәрібір қосқыларыңызбенен ықыласпеттілеріңізді жылата бересіз. Неге көп ондай лирикалық қосқылар жазасыз? Неге көп жылайсыз? Адам өзі бір нәрсеге, мен өзі лирикаға бейім адаммын да. Менің ашылуым, лирикаға оянуым, анам дүниядан өткеннен кейін мен дүнияға басқа көзқараспен қарайтын болып қалдым. Мен соқта білдім, адамға ең ауыр нәрсе мен мынау пәлен минутлық телефонымды жойту емес, мен дүние малым күйіп кету емес, адамды жойту екен да. Адамды жойту ең жаман нәрсе екен, қиын нәрсе екен. Енді бұл алдан әмірмен болған нәрсе, бұған ешкім не қыла алмайды, бірақ бәрібір сағыныш, арман деген нәрселер содан оянды да менде. Содан кейін көбірек мен жолым, поэзиядағы нәрселерім бәрібір лирикаға бейім болып кетті. Ішкі дебдеулер, ол бәрі енді айтып тұрмын ғой, шайырдың бәрі өзінің тағдыры, өзінің өмірі бола бермейді. Кімдердің өмірін естіген уақытта, кімдердің бір нәрсесін естіген уақытта бәрібір жаның қиналады да. Жаңағыдай, саған еш күнделікті адам емес, бірақ сен сол адам үшін қинала бересің да.
ол тәсіршеңлігің артады да бәрібір. Соныкі шығар, мен ешкімді жылатқым келмейді, бірақ бәрібір мен енді бір қосық мысал үшін 10 адам 10 түрлі қылып оқыса, ол сол поэзия, сол қалатын нәрсе да. Мен сол нәрсені қалаймын. Мен ойлаймын, сол менің сезіп жатқан нәрселерім емес, олар өздерінің дәртлерін сезіп қиналады да. Әркім өзінің ішіндегі бір қатары өздеріне тәсір етеді да. Маған ана қатар тәсір етсе, оған мына қатар тәсір етеді. Сөйтіп бүткілей қосық оған сөйтіп жетіп барады да. Ол жаңағы бағанағы илахият, бағанағы рухияттан байланысты. Білмедім енді. Содан кейін менде сол нәрселер басыланды, көп рауажланып кетті сол нәрселер. Һәм іштей қатты басық адам болып қалдым мен. Алдын қандай адам едіңіз? Алдын енді шоқпын. Қазір шоқпын ғой, өзің өмірді мен танисың, білесің, шоқпын, бірақ бәрібір қандай ішкі басықлық, ішкі бір сырлар бар да ішімде, бір өзіме жеткере алмайтын дәрежеде. Соның үшін Алла Тағала маған талант берген шығар, соның үшін қолыма қалам берген шығар. Мен сол нәрселерді қосықпен жеткергім келетін шығар. Сағатлап сөйлескенменен көп айтады, сенің сағатлап сөйлескенмен сен туралы есет білмей қайтамыз деп. Мен өзім туралы өзім мен деп айта бергенді жаман көретін адам болып қалдым. Басқылық деген нәрсе сол да. Өзің сені басқалар білу керек та. Мен өзім айтып таныстыруым шарт емес та. Мен қаламаймын мен өнерді. Мен қосық жазамын деп адамдарға таныстырғым келмейді өзімді. Я мен мынандай қосығым бар деп қосық сұрамаған жерде оқығым келмейді. Ол менмендік емес, кімдір менмендік деп ойлар, бұл менмендік емес. Ол басқылық. Талантқа керек басқылық. Хақиқи таланты бар адам сондай басық болатын шығар деп ойлаймын. Себебі ұстазларға қараған уақытта да сондай еркілікті басқа нәрселерге жояды бір кездері. Кешірімді нәрселер. Себебі сол нәрселер керек рухиятқа. Әлбетте, жаңа сөздеріңізден кейін бір нәрсе ядыма түсті. Көбінесе көп жерлерде мен шайыр емеспін деп айтасыз. Неге? Себебі мен шайырлықты білемін де қандай дәрежеде жоғары екен, сезінемін. Мен үшін Ибраим Юсуп қандай шайыр, Рахманов қандай шайыр, Біржанов қандай шайыр. Мен оларды, Байжинияз қандай классик, мен оларды білгеннен кейін мен өзім шайыр санағым келмейді. Адамлар, әулетлар айтсын, біз кеткеннен кейін айтсын. Мен оған дейін өзімді өйтіп таныстыруға рауа көрмеймін да. Себебі мен үшін ол биік шоқ. Айтып отырмын, ол шайырлық. Ибраим Юсуптың Тілеуберген Жұмамұратқа айтқан бір сөз бар. Мен көп интервьюларда айтамын. Әмме қосық жазды, бірақ ол шайыр еді. Ол қандай теңеу да. Себебі Тілеуберген Жұмамұрат философ шайыр болғанда, ойшыл шайыр болған, қатты. Оның 4 һәм суырып салма шайыр болған, бірақ суырып салмалығының өзінде даналық пікірлер жүдә көп болғанда. Ол ондай қылып алып келу ана мына адамға емес та. Қосықты санасы бар, сауатлы бар адам 4 қатар қылып жазып айыра алады. Сіз ам жаза аласыз ондай қылып та, бірақ ол шайырлық емес та. Біз ам сол еле бір ондай дәрежеге жетпедік деп. Кішіпейілік қой. Кішіпейілігіңіз қандай жақсы. Қыз бала сипатында еле тұрмыс аталмыш сарайдың есігін ашпадыңыз. Қыз бала сипатында қызларға нені айтқан болар едіңіз? Нені таңлауда адаспау керек қазіргі уақытта? Шайыр сипатында емес. Қызлар кеуілшегінде қызлар қаттыға бір нәрсеге не қылды ма, қатты сынып қалады қызлар. Қызлар сәл қаттылау болу керек. Сәл біз өзі қаралпақ қызлары сәл мәртілеу, сәл батырлау, сәл бір батыл сөйлейтілеу қызлар болып келеді да, өзі қаралпақ қызлар. Сондай болу керек қызлар. Көп қызлар арзымаған нәрселерге өзін сындырып қояды да, өзінің өмірде өзін жойтып алады. Енді дұрыс, бір адам көңіл берсе, бір адамменен жақсы көргеннен кейін тағдыр ұқсамай қалу көп та қызда. Қыздың тағдыры қатты қиын, қаттыға нәзік нәрсе де, тағдыр бәрі қыздың тағдыры ұқсай бермейді. Соқта қызлар өзін жойтып қоймау керек деп ойлаймын. Қандай мен анам сөйтіп тәрбиелаған да. Мен кішкентайымнан анам
енді ешкім бақытсыз болуын, ешкім тағдырын ұқсамай қалуын қаламайды. Бірақ айтқан маған айтатын еді, негізі біздер шаңырақта ұл балаларға үй саламыз, ұл балаларды не қыламыз, негізі қызларға салу керек дейтін еді біздің анам. Бірінші қызларына жаяп қою керек, бірінші қызларын не қылу керек деп. Не үшін? Себебі ер балалар айтып отырмын ғой, жаңағыдай күшлі болады, олар дүзде де өзінің несібесін тауып кете алады. Қызларда көп шектеулер болады да, қыз тағдыры келіспей қалуы мүмкін да. Ол қаламайсың сен тағдырың келіспей қал. Бірақ әркімде әртүрлі тағдыр болады да. Кімдір тұрмыс құрмай өтіп кетеді. Кімдір тұрмысы келіспей келеді. Соқта ата-анасының үйіне сыймай қалады да, ол бір шығып кеткен қыз. Ол жас мінез бара атаң үйіне сыймайсың да, әке үйіне сыймайсың. Соқта қыз өзін соқта жөйтіп алады. Соқта өзін әр жаққа ұрып кетуі мүмкін да. Соқта сол қамқорлық, сол нәрсе болып тұрғанда, егер ешкім ол қызын кет демейді, бірақ қыздың бәрі күйеуіне келеді да, ол жеңгесі тарапынан қандайдыр, ағасы тарапынан олардың ойында ондай нәрсе жоқ болуы мүмкін, бірақ бәрі сөйтіп түйіледі да оған. Соның үшін қызлар күшлі болуын қалаймын мен. Іштен бағанағы айтып отқан рухиятының күшлі болуын қалаймын. Әр нәрсеге сынып кетпеуін. Күшлі қызлар бәрі жеңіп келеді. Тұрмыста да жеңеді, шаңырақта да жеңеді. Ол бірінші орынға шығып кету емес, өмірде жаңағы еркек адамның өсіп кету емес, өзлерін беріп қоймау да, басқа нәрселерге өзлерін алаң қылып қоймау. Өзлерін біліп жүрсе, өзлерін жаңағы сезіп жүрсе, өзлерінің қадірін түсірмей жүрсе. Әлбетте. Қосықларыңыздағы дәртлер, тәшвіш, сағыныш, хаммесі өмір күнделігіңізде де бар ма? Яки тек қосықларыңызда ма? Өмірімде қайсыдыр мәністе бар болған үшін ол қосықларға түскені, бірақ тікелей менің өмірім емес, бірақ қайсы бір ракурстан қарағанда менің өміріме келеді. Басқа ракурстан қарағанда басқа біреудің тағдыры болады. Бірақ қайсыдыр бір көздермен қарағанда менің өмір күнделігімдегі бар нәрселер. Ең қиын дәуірлерді оқып бере аласыз ба күнделігіңіздегі? Ең қиын уақыт, жаңа айтқандай, мен анам дүниядан өтетін уақыт. Мен себебі біріншілерден болып білгенмен де анам дүниядан өтетін маған айтқан. Маған қатты ауыр болған. Себебі жаңағы айтып отқан қыз баласындағы нәзіктік, қыз баласының күйеуі, ол жерде еш нәрсе есепке алынбай қалды. Докторлар тарапынан тікелей маған айтты, жақындарға айту маған тапсырылды. Күнде сен қасыңда жүрген, күнде жаңағы достың, күнде сырласың. Мен анаммен қатты жақын едім, еш нәрсені жасырмай ашық сөйлесетін едік біздер. Сондай адамды жойту, ол көз алдыңа келтіре алмайсың, себебі ана жерде тікейіп жүріпті ол адам. Маған қатты, мен соқта білгенмен ата-ананың аманат адамдар екен. Бұрын қосыларда былай оқи бергенменен ол нәрсені сезбейді екенбіз да. Соқта сол дәулет берді, үміт берді өмір деп, шын бақытқа мен әтуар бермеппін. Аяғынан құламасы тәуір деп, менің анам еле жақсы жүр деппін. Сол қатарлар соқта келген. Сол анам больницада жатқан уақытта 1 жылдың ішінде ауырып, 1 жылдың ішінде өтіп кеткенде, маған сол нәрсе қатты ауыр. Менің соғысты оқып беруімді көп адам сұрайды, бірақ мен әр оқыған уақытта сол ситуациялар, сол уақиялар, соның бәрі неріме тығылып қалады. Ол ең дүрелеушінің ең азаплайтын нәрсесі. Әр қосығыңды да сондай бір дәрт болады. Сондай нәрсе болады. Ол шайырдың өзінің ішке кешірмесі да. Оны тек шайыр біледі. Оны бәрі адамдарға айта бермеуі мүмкін, бірақ ол өзі сезеді. Қай жерлерде де өзінің оятып алғанын өзі біледі. Сондай. Әлбетте, анаңыздың жайлары жәннетте болсын. Ол бір нәрсені бастан өткермегенше басқа инсандар түсінбейді дейді ғой. Бәлкім сол бір жағдайларда сіздің қазір жетік шайыр болып, түптен шайырлық
шоққыларына жетуіңізге үлкен бір түрткі болып отырған шығар. Әлбетте, және де айтқыңыз келетұғын өміріңізде қандай да бір түрткі болған жағдайлар. Енді көп перизат ол затлардың бәрі шекараларға сыймайтын нәрселер көп. Мен айтатын нәрселерім жүдә көп. Өзім жас болғанменен өзім мейлі білмеймін. Бір уақытларда қатты қинайды да мен нәрсені. Мен жас болып тұрып көп нәрсеге қатты бірден ерте көріп қойғандай сезіледі да маған. Сол қиыншылықтар, сол қарама-қарсылықтар, дөретушіліктегі қарама-қарсылықтар, мысалы үшін үстіртін айтып өтейін. Дөретушіліктің өзінде қанша қарама-қарсылықтар, сол кітаптың шығуының өзінде қанша қарама-қарсылықтар, сол қосылардың үстінде қарама-қарсылықтардың өзі маған қатты ерте келді да. Жүдә ерте келді. Жақсы тәрепім мен соның менен жаңағы еге иді ғой, сондай бір ұшым шықты, содан қанатым бір қатайын деген шығар. Ұстазлар айтады, енді маған айтады, сондайдан адамға өз сондай нәрсе керек. Сөйтіп тұрса, дәрт болса, бәрібір жүректегі дәрт қосықларға түседі да, ол екінші адамды оята алатын нәрсе болады. Мен өмірімде көп түрткілер, көп өзгерістер, адамдардың келіп кетуі, мен жүдә сенушең адам едім. Мен ешкімді жаман деп ойламайтын едім. Әмменің жақсы тарифін көретін едім. Менің оқыған группаластарымнан сұрасаңыз айтады, мен ешкімді жаман көре алмайтын едім. Менде ондай сезім жоқ еді. Бірақ менде әзір бар созатлар. Мен бір жағынан қиналамын. Бір басқа адамға айланып кеткендей, баяғы бір пәк адамды сөйтіп алғандай көремін да өзімнің ішімде өзімді. Қазір ол нәрселер жоқ. Қазір бірден білемін, маған керек, маған керек емес. Бірден білемін дегеннің өзінде де қанша пән жеген уақытларым болған. Қатты сеніп, маған біреу жақсылық етті ме, біреу кеуілін ашты ма, мен сол адамменен ақырына дейін жақсы болуға, ақырына дейін сол қол берісіп жүруге, ол дос болсын, ол яр болсын, ол іні болсын, сіңлі болсын, бәрі жағдайда жақсы болуға әрекет етемін. Көп уақытларда бірақ соның кесірінен пән жеп қаламын да. Мен дос деп айтпай бір кеуілімді ашып, бір уақияларымды айтып бергенде, екінші бір адамlardan естіген уақытымда мен қатты басқалардан көре қатты мұңайып қаламын да. Ол маған қатты ауыр батады. Себебі мен әркімге де айта бермейтін адаммын да. Әркімге де бөлісе бермейтін адам болғаннан кейін, мен басқа бір адамнан естігеннен кейін менде ол қатты ауыр болады, ол жағдайлар. Солардың бәрі айланып келгенде дөретушілігіме әсер етеді. Әлбетте. Күніменен har xil жағдайларға байланысты бір-екі қатар қосыларыңызды айтып өтіп отырсыз ғой. Қазір бір сондай ажайып түрткілеріңізбен бөлісе аласыз ба? Өзіңіз жақсы көрген, жақсы көріп оқитұғын. Мен барға ядымда тұратын қосығым. Ибраим Юсуптың бағана оқып берген басы оқыған қосық. Қызық еді бұл жолдың басы деген Ибраим Юсуптың қосығы бар. Қызық еді бұл жолдың басы деп басталады. Ол қосық енді өз алдына ол мен оғысты қайталағам жоқ, бірақ оғыс маған қатты тәсір етті. Неге? Себебі оның ішіндегі ішкі кешірмелер, шайырдың соғырақы, кеңлігі, соғырақы шыдамлығына мен тән бердім да нерде. Мен Ибраим Юсуптың соғырақы күшлі адам екеніне, ондай нәрселерге перизат анау адам сынып кетеді. Анау адам Ибраим Юсуп болып қала алмайды. Анерде өзін жеңдіріп қою мүмкін болған нәрселер бар да оның ішінде. Бірінші оқыған кезіңізде сол тәсірлерді сезіндіңіз ба? Яқы бірнеше оқығаннан кейін ба? Себебі біздерде бір гап бар ғой, мәселен, бірінші біздер студент болған кезде айтқан еді, бірінші курста қазір бір кітап алып оқың, һәм төртінші курсыңызда, сол төртінші басқышта сол кітапты және оқысаңыз, басқаша сезім оятады деп. Сізде ең басты сол сезімдер болды ма? Ең бірінші оқығанда да тәсір еткен маған оғыз. Мен бірақ сол жылдар өтіп
Сол жаңа айткандай, жылдар өткеннен кейін мен анаң ішіндегі сөздерді көбірек түсінгеннен кейін, мәнісілерін аңғарып баслаганнан кейін маған қатты таасир еткен сол қосық. Содан кейін мен сол қосықты эпиграф қылып алып, өзім бұл жолдардың басы қызық еді деген қосық жазғанмын. Бұл жолдардың басы қызық еді. Талай сәубетіміз қызып еді. Мұхаббеттен жаралғандай дүния қиял арманларды сызып еді. Ай аспанда сұлу жүзіп еді, жұлдызға көзіміз қызып еді. Сөйлесіп, күлісіп, таңға дейін сезім ұйқымызды бұзып еді. Ертек пе, не өзі қызық енді. Білгенім арамыз үзік енді. Бір уақылар көксіме сыймаған, жүрегім бір тегіс сызық енді. Уах, бұл жолдардың басы қызық еді. Қандай ажайып. Әлбетте әрбір инсан өзінің жағдайларынан, өзінің сезімлерінен келіп шығып әрқилы түсінеді. Өзіңнің сол бір басып өткен өмір жоллары көз алдына келеді. Әркімде әртүрлі сезімлер, әртүрлі жағдайлар болады ғой. Сондай әркім өзінің көңіліне түскеніне қарап жақсы көреді, соғысты сұрайды, оқиды дегендей. Енді лирика болғаннан кейін, сезім болғаннан кейін мен барға соғысты көбірек оқимын. Мен өзіме де бір Ыбырайым Юсуптың несін алып оқығаннан кейін бе, жазғаннан кейін бе, бәрібір өзім соғыс ядымда да қалып қойған. Ұмытайын десем ұмыта алмаймын ол қосықты. Соны кітабымның Құдайдың бір несі, мен айтып тұрмын, қосылардың еш мынау нерге түссін деп ойламадым, бірақ сол қосықты ұстазымыз бірінші бетке қойыпты да, кітабының ең бірінші бетіне қойыпты. Сондай бір толғаныстармен жазылғаннан кейін басқа инсандардың қалбіне де кіріп баруы тез да. Баста сөйлескен сол рухият, сол рухи инсан мен инсанның рухи байланысы сол жерде да. Олай болса, уақытыңызды ажыратып келгеніңіз үшін рахмет. Ажайып пікірлеріңіз, сәубетіңіз, бізге берген білімлеріңіз үшін рахмет. Күнделік ықыласпеншілерді меніңше хаз етіп көріп, өмірде сондай бір қыз баланың бәрібір біздерде сондай нәрсе бар да, тұрмысқа шығып, сол тұрмыс тәжірибесімен бөліскен аял қыздан естіген нәрселер басқаша болады, бірақ тұрмыс көрмей тұрып, сол бір басқышыларды айтқан қыз баланың гәплері басқаша болады. Бірақ сондай бір өмірде көп нәрсені көрген шайыр әлемі бәрібір басқаша болады. Терең әрбір гәпіңіздің мәнісі біздердің жүректерімізге жетті. Өзіңіздің ажайып тілектеріңіз болса, мархамат, күнделік подкастымыздың қызларына, қыз-келіншектеріне айтсаңыз болады. Енді өзінің ықыласпеншілері, өзінің тамашагерлері бар екеніне сенемін. Қаял қыздарымызға бағанағы айтқандай мәртлік, ақыллық, даналық деймін. Себебі дана хаяллар ерінам сыйлап біледі, елінам сыйлап біледі, өздерінам сыйлап біледі. Мен бәріңізге даналық тілеймін. Әлбетте. Айтады ғой, хаял адам ақыллы емес, негізі дана болу керек деп. Біз де сол дана болуға әрекет етеміз. Келгеніңіз үшін рахмет. Бұл күнде лайк подкасты YouTube каналымызға ағза болың һәм күнде лайк